Ресейде өтіп жатқан парад бүкіл әлемнің назарын аударды, расын айту керек. Жеңістің 80 жылдығына арналған осынау жеңістің құрметіне өткізіліп жатқан шара түбінде саяси маңызы бар шара ретінде бағаланып жатыр. Себебі осы парадқа қатысқан кейбір мемлекеттердің қарызы кешірілген көрінеді. Бұл туралы мына Украинадағы жалған хабармен күрес орталығы мәлімдеді. Осы ақпаратқа қарағанда, Украинадағы жалған хабармен күрес орталығы мына Ресейде өткізіліп жатқан осынау парадты өткізуге Кремль билігі 100 миллиард ақш долларына жуық қаражатты жұмсаған көрінеді. Былайша айтқанда желге шашты деп те айтсақ болады, себебі халқының жағдайы қандай екені бүкіл әлемге белгілі, санкцияның астында жатыр. Бірақ осыған қарамастан осындай үлкен жиынды өткізуі Путиннің, және расында да мына Украинадағы жалған хабармен күрес орталығының ақпаратына қарағанда 100 миллиард ақш долларын жұмсау деген өзі соғысып жатқан мемлекет болатын болса, бұл енді логикаға келмейтін нәрсе. Енді тиімділік тұрғыдан қарайтын болсақ, Путин енді оны басқа жағынан қарайды ғой. Орталықтың хабарына қарағанда, Ресей парадқа қатысатын елдердің жалпы 50 миллиард доллар көлеміндегі қарызын кешірген. Сонымен қатар Мәскеу бұл елдерге тағы шамамен 20 миллиард доллар көлемінде жеңілдетілген несие, сонымен қатар 30 миллиард доллардан астам инвестициялық жобаларды қаржыландырған, немесе болашақта қаржыландырады деген қорытынды жасап отыр. Қалай дегенмен де, осының ішінде Белоруссияның алатын орны ерекше. Себебі Белоруссияның басшысы Лукашенко соғыс десе, Ресей біреумен соғысып жатса, қос өкпесін қолына алып жүгіріп жүретін мемлекет басшыларының бірі. Тіпті Белоруссия президентінің бір ұят іс әрекеті әлем елдерінің күлкісін келтірген еді. Тұтастай Белоруссияның президенті бола тұра, Путиннен полковник шенін берем деп едің ғой, маған полковник шенін берсейші деп, Путиннен осындай тұтас мемлекеттің басшысы, президенті Путиннен полковник шенін сұрап, әлемнің алдында масқара, күлкілі жағдайға тап болған еді. Міне осы Белоруссияға 29 миллиард долларға жуық көлемдегі Белоруссияның қарызын кешірген көрінеді Ресей. Сонымен қатар Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Куба, Эфиопия, Конго, Лаос және Монғолияның қарыздары толық немесе жартылай кешірілген деп отыр мына Украинадағы жалған хабармен күрес орталығының ақпаратына қарағанда. Қалай дегенмен де, Ресейдің бұндай пропагандалық іс-әрекеттері әлем елдерін назарын бір сәтке болсын өзіне аударғанымен, оның экономикасына пайдалы болады деп айта алмаймыз. Себебі қаншама мемлекеттердің қарызын кешіру мен инвестициялық жобаларға қаражат бөлу, сонымен қатар жеңілдетілген несие болсын, осындай жобаларды ұсыну Кремльдің саяси беделін өсірді деп есептелгенімен, шындап келгенде түп мәнісінде Ресей халқына бұдан келіп кетер соншалықты пайда жоқ. Бұны экономистер қанша айтқанымен, енді Путиннің билігі экономистердің бұндай пікірімен санасып жатқан жоқ. Енді оның жемісінде өздері көреді. Қалай дегенмен де, әлемдегі осындай аты дүркіретіп өткізілген іс-шаралардың түпкілікті нәтижесі халық үшін тиімді болмаған. Мысалы, біздің елімізде өткізілген, мысалы, Азияда ойындарын алып қараңыздар, Экспоны алыңыздар, және шетелден әншілер шақырып өткізілген үлкен жиындарды. Әрине, бұл мына Ресейдегі үлкен парадпен теңестіруге келетін үлкен цифрлар емес шығар. Бірақ қалай дегенмен де, бұндай үлкен ғаламдық іс-шараларды дүркіретіп өткізу, бірақ оның нәтижесін көрмеу, күтілген нәтижені алмау, бұл сол елдің билігінің жасалған үлкен экономикалық қателігі және сонымен қатар саяси қателігі. Халыққа түк пайдасы жоқ жиындарды өткізу, бұрындары бір сөз бар еді ғой, күлтөбенің басында күнде кеңес деген. Бұндай нәрселердің көп халыққа пайдасы бола бермейді. Бұлар тек белгілі бір уақытқа дейін бір дофамин сияқты уақытша халықтың жаңағыдай қызығушылығын оятқанмен, шындап келгенде онан халыққа берілген көмек әлдеқайда тиімді еді.